ғұлама Әл-Фараби ғылыми өрісі кең, энциклопедиялық білімі таңданарлық тұлға. Білімге деген құштарлығының арқасында Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанды. Ол 150-ге жуық философиялық және ғылыми трактаттар жазып қалдырды. Бақытқа жетудің жолдары деген еңбегінде Әл-Фараби адамдар арасында қарым-қатынас шынайы болуы тиіс дейді. Әділ не, әділетсіз, жақсы не, жаман болу адамның жаратылысынан пайда болатын қасиеттер емес, жүре пайда болатын қасиеттер деп түйіндейді. Ей достым, жалғандыққа жуымағын, көтеріп ақиқаттың ақ туын алғын. Бұл дүние бізге мәңгі болмас мекен, пенде хам жерде бақи болмайды екен, деп ғұлама ғалым адамзатты жақсылық істерге талпынтып, өзінің ақыл парасатын игілікті істерге жұмсауға, рухани тазалыққа, шынайы болуға шақырады. Ғұлама ойшыл бар өмірін білім мен ғылымға арнады. Үнемі бір қаладан екінші қалаға саяхат жасап, білімін шыңдап, ғылым мен өнер еркін дамыған қайырымды қалаларды іздеді. Осыдан 10 ғасыр бұрын өмір сүрген Әл-Фарабидің даналығы, оның қалдырған терең ойлары ұрпақтан ұрпаққа рухани азық болды. Әл-Фараби жаратылыстану ғылымдарын терең зерттеген ғалым. Ол өз трактаттарында жаратылыстану ғылымының шығу себептеріне тоқталады. Субстанция кейде қызарып, кейде бозаратын, кейде ұзаратын, кейде қысқаратын, кейде ұлғаятын, кейде кішірейетін, кейде туатын, кейде өлетін, кейде ауыратын, кейде сауығатын болғандықтан, осылардың барлығын түсіндіретін ғылым қажет болды. Бұл табиғат туралы, яғни әрекеттер мен құбылыстар туралы ғылым. Сонымен қатар ұлы ойшыл жануарлар мен адам анатомиясындағы жүрек, бауыр, асқорыту жүйелерінің қызметтеріне де тоқталады. Дене мүшелерінің жұмыстары бірін-бірі толықтырып, жалпы денсаулықты қамтамасыз етеді дейді. Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ойы айқын, ерік-жігері зор, тілек мақсаты ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге талап жолында болуы шарт дейді ойшыл. Сондықтан Әл-Фараби мұраларын оқу, үйрену, зерттеу, қоршаған дүниеге деген сын көзқарасымызды қалыптастырып, жаңа серпін береді анық. Абу Насыр Әл-Фараби музыкалық аспаптарда шебер орындаушы болды. Жанынан ән күй шығарды. Музыканы зерттеді, аспаптардың жаңа түрін өзі ойлап тауып жасап шығарды. Ол өз замандастары қобызшы Нышанабызбен, аты аңызға айналған күйші Қорқытпен таныс болған. Қазақ домбырасын дүниеге әкелген асқан музыкант ұлы бабамыз Абу Насыр Әл-Фараби десек, біз қателеспеген болар едік. Әл-Фарабиді дүниеге танытқан музыка теориясына арналған шығармаларының бірі «Музыканың ұлы кітабы» атты еңбегі. Бұл шығарма жазылғаннан бері 1100 жылдан астам уақыт өтті. Алайда ғұламаның бұл ұлы кітабы музыка зерттеу ғылымы үшін күні бүгінге дейін өзінің баға жетпес құнын жойған жоқ. Үздік білімнің иесі, ғалым ретінде даңқы шыққан ғұлама ойшыл Абу Насыр Әл-Фараби күллі түркі жұртының мақтанышы. Әл-Фарабидің зерттеген еңбектерінің бірі математика саласы. Фараби өз заманында аса ірі математиктердің бірі болған. Одан бізге бірнеше математикалық шығармалар жетті. Мұның айқын айғағы Фарабидің математикалық трактаттары. Бұл жинаққа ғұламаның математикалық мазмұнды бірқатар еңбектері кірген. Оның ғылымда ұстанған үлкен принциптерінің бірі ол математиканы табиғат құбылыстарымен байланыстырып зерттеу және практикада жан-жақты қолдану. Фарабидің пікірі бойынша архитектура, геодезия, метрология, ұсталық өнері, түрлі құрал аспаптар жасау және басқа практикалық жерлердің математикалық негізі осы ғылымда жатыр. Фарабидің математика саласында қалдырған мұралары ұшан теңіз, бабамыздан қалған мол рухани байлыққа иелік етіп, қазіргі күннің кәдесіне жарата білу біздің қасиетті парызымыз деп білеміз. Аты әлемге әйгілі Абу Насыр Әл-Фараби еңбектерінен нәр алмаған, сусындамаған, ұлы ғұлама жүріп өткен ғылым сүрлеуінен қызықпаған ғалым жоқ. Оның қаламына арқау болған ғылым салаларының бірі тіл мен әдебиет.
Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған ғалым өзінің әдебиетке қатысты негізгі теориялық ой-пікірлерін риторика, поэзия өнерінің каноны туралы трактат, өлең және ұйқас туралы сөз деген еңбектерінде саралайды. Ғалымның осы еңбектеріндегі теориялық ойлары мен көркемдік эстетикалық пікірлері әлі күнге мәні мен маңызын жойған жоқ. Бауырын қанша сүйгенмен, өтеді өмір күйбеңмен, шындыққа бастық алаулап, пенделіктен болаулап, жататын дайым жаңғырып. Бұл ғұмыр емес мәңгілік, бейоба мына заманда, бақыл боп кетер адамда, жұрт кілең күнін көп қызып, жіберер зая өткізіп. Абу Наср Аль-Фараби философия ғылымын көп зерттеген. Оның философиялық еңбектерінің басым көпшілігі грек ойшылдарының, әсіресе Аристотельдің мұрасын зерттеуге арналған. Метафизика, герменевтика, риторика, аналитика, тағда басқа философиялық және логикалық шығармаларына түсіндірмелер жазған. Ол кемеңгерлік меруерті, ізгі қала тұрғындарының көзқарасы, мәселелердің түп мазмұны, бақытқа жету атты да философиялық еңбектерін жазған. Аль-Фараби философиясындағы адам концепциясы әлемнің метафизикалық суреттемесімен тығыз байланысты болған. Ол дүние құрылымын адамзат қоғаммен байланыстырады. Сонымен қатар Фараби еңбектері философия және дін ара қатынасы, ақыл мен иман ұғымдарының ара салмағы, діни сезім мен діннің қоғамда алатын орны, оның атқаратын қызметі сынды іргелі мәселелерді шешуге бағытталған. Ғұлама ойшылдың ешқашан өз құнын жоймайтын философиялық ойлары қазіргі адамдар үшін де қажетті әрі пайдалы болып табылатыны сөзсіз. Шығыстың ғұлама ғалымы Абу Наср Аль-Фараби медицина ғылымына үлкен мән бере қарап зерттеген, әсіресе теориялық тұрғыдан кеңірек қарастырған. Медицина жайында, адам ағзалары жайлы, Аристотель мен алшақтығы туралы тағы басқа еңбектері бар. Бұл еңбектері медицина пәнінің негізін анықтауға мүмкіндік береді. Аль-Фараби өз заманында медицинаны емдеу шеберлігінің ғылымы деп атады. Ол медицина тек аурулардың себептерін анықтаумен ғана емес, адам денсаулығын сақтау жолдарын, ауруды жою шараларын іздеген. Аль-Фараби медицинаға көп көңіл бөлгендігі соншалық, адам ағзасының әрбір мүшелерін зерттегенін кейбір еңбектерінде анықтап көрсеткен. Қайырымды қала еңбегінде жүрек жайлы айтқан ойлары медицинамен ұштастыра отырып шебер жеткізе білген. Аль-Фараби бабамыздың дүниежүзілік медицина саласына қосқан үлесі мен алғышарттары сүбелі. Оған дәлел медицина каноны және табысқа еңбектері. Бүгінгі ұрпақ өз бабасының жетістіктерімен мақтанып қана қоймай, ары қарай жалғастырып, мақтанарлық дәрежеге жетсе екен.